Қанша көп ақша тапсаң да бәрібір жетпейді. Өміріңнің сапасын өсірейін десең, барлық дүние қымбаттап жатыр. Және бұл ситуацияда сен кінәлі емессің, бұған кінәлі инфляция. Дәл осы видеода мен инфляция туралы барлық шындықты айтам, және онымен күресудің нақты қадамдарын білетін боласыз. Маған тіркелуді ұмытпаңыз. Менің есімім Дана, мен қаржы саласы бойынша экспертпін. Барлығымыз байқаған болармыз, жыл өткен сайын тамақтан бастап киімге дейін барлық дүние қымбаттап жатыр. Оның себебі біреу ғана, ол инфляция деңгейі. Соңғы 5 жылдықта инфляцияның көрсеткіші 10-12%-дан тіпті кей жылдары 22%-ға дейін өскен болатын. Бұл дегеніміз сіздің жыл сайынғы қаражатыңыз дәл осындай суммаға қысқарып жатқандығының көрсеткіші. Яғни осыдан 5 жыл бұрын 100 000 теңгеге келетін дүниені қазір сіз өкінішке орай қалай экономдасаңыз да 100 000 теңгеге ала алмайсыз. Тіпті нанның бағасын салыстыратын болсақ, осыдан біраз жылдар бұрын нанның бағасы 50-60 теңгені құраған болса, қазір нанның бағасы 200-250 теңгеге дейін қымбаттап отыр. Яғни бұл дегеніміз дүниенің құны өсіп жатыр, ал сіздің тапқан табысыңыз өскенімен ол дүниенің орнын толтыра алмай жатқандығының көрсеткіші. Сіздерге салыстырмалы түрде мына жерге таблица шығарып қоямын. Бұл бізде 2015 жылғы продуктының бағасы және 2025 жылғы продуктының бағасы. Жалпы инфляцияның деңгейінің өсуі ол мемлекет үшін де, банк үшін де өте тиімді. Неге? Себебі мемлекет өзінің қарыздарын инфляцияның деңгейіне байланысты тезірек толтыра алады. Ал банктар болатын болса, сіздің депозиттегі ақшаңыздан елге кредит береді. Яғни депозит сізге жыл сайын 17% өсім көрсететін болса, банктер сол ақшаны алып 38-42%-дан елге кредит беретін болады. Яғни ортада пайда көретін тек қана мемлекет, тек қана банктер. Ал әрине оның зардабын шегетін қарапайым халық. Неге десеңіздер, мысалы салыстырмалы түрде мына жерге сіздерге таблица шығарып қойдым. 2023 жылы 100 000 теңгеге килограммы 2500 теңгеден 40 килограмм ет ала алатын болсаңыз, 2024 жылы тура сол ақшаға 34 килограмм ет аласыз. Ал 2025 жылы тіпті 28 килограмм ет қана келеді. Ол дегеніміз жыл өткен сайын біздің сатып алу қабілетіміз төмендеп жатыр. Сіз ойлауыңыз мүмкін, мен қазір табысым көбірек, алдыңғы жылға қарағанда мен 200 000 теңге айлығым өсті деген сияқты ой болуы мүмкін, бірақ бұл көрсеткіштердің барлығы сіздің просто ақшаңыздың ауаға, яғни инфляция деп аталатын ұрының қалтасына кетіп жатқандығын көруге болады. Жалпы орта есеппен қазір таңда қазақстандықтардың орта жалақысы 400 000 теңге шамасын құрайды. Но в реальности көп адамдар 300 000 теңге шамасында ғана ақша табады. Енді салыстырмалы түрде қарайтын болсақ, 300 000 теңгеге осыдан 5 жыл бұрын қанша нәрсе алуға болатын болса, қазір таңда 300 000-ға тура сондай дүниені ала алмаймыз. Және оның әсерінің барлығы инфляция деңгейі болып саналады. Ал көпшілігіміз өкінішке орай ақшаның барлығын депозитте теңгемен сақтаймыз. Теңгемен ақшаңызды сақтаған сайын, ол жыл сайын құнсызданып, сіздің тапқан пайдаңыз ештеңеге жарамсыз болып қалуы мүмкін. Егер депозит сізге жыл сайын 17% өсім көрсететін болса, инфляцияның деңгейінің және доллардың құнсыздануына байланысты ол көрсеткіштер тіптен азайып бара жатыр. Инфляция бұл случайный нәрсе емес, үлкен қаржы әлемінің бір бөлігі. Мысалы, мына жерде мына таблицаға қарайтын болсаңыздар, жыл сайынғы депозиттің көрсеткіштері көрсетілген және 100 000 теңге. Егер 2015 жылы 100 000 теңгені депозитке салып қоятын болсаңыз, депозиттің беретін өсімінің көрсеткіштеріне байланысты 2025 жылы ол ақшаңыз 310 000 теңгені құрайтын еді. Бірақ доллардың мәні осыдан 10 жыл бұрын 1 доллардың теңгеге шаққандағы мәні 180 теңгені құрайтын болса, қазір ол 540 теңгені құрайды. Яғни 10 жыл бұрын егер де сіздің ақшаңыз 556 долларды құрайтын болса, қазір ол ақшаңыз 575 долларды құрайды. Яғни оның айырмашылығынан инфляция деңгейінің көрсеткіштерінен сіз небәрі 19 доллар ғана ақша тапқан болып тұрсыз. Не үшін жыл өткен сайын инфляция деңгейі өсіп жатыр? Оның бірден бір себебі Қазақстанның территориясында өкінішке орай тұрмыс-тіршілікке қажетті барлық дүние өзіміздің жерімізден шықпайды. Біз оны шетелден тасымалдауға мәжбүр болғандықтан ақшамыздың барлығы сыртқа шығып жатыр. Соның әсерінен бізде қарыздық міндеттемелер көбейіп жатыр және соның кесірінен инфляция деңгейі өсіп жатыр. Жалпы инфляция деңгейі өсу дегеніміз теңге өзінің күшін жоғалтып жатыр және уақыт өте келе инфляция деңгейі өскен сайын қарапайым қара халықтың сатып алу қабілеті төмендей береді. Бұл дегеніміз бұндай ситуацияда не істеуіміз керек? Сонда инфляциядан біз қалай қорғануымыз керек? Негізінде инфляциядан қорғанудың бірден бір жолы ол қаражатты долларда сақтау. Егер сіз өзіңіздің қаражатыңызды долларда сақтайтын болсаңыз, ал доллар ол әлемдегі ең қауіпсіз валюта болып саналады, сіз ешқашанда девальвациядан қорықпасаңыз болады. Доллармен ақша жинау тиімді, бірақ оны сіз депозитке жинайтын болсаңыз, оның жылдық өсімі небәрі 1% ғана
құрайды. Бұл капиталдың өсімі емес, бұл просто бір иллюзия болып көрінуі мүмкін. Егер де сіздер инфляциядан қорғанудың ең тиімді жолын іздеп жүрсеңіз, қазірден инвестиция бастауға кеңес беремін. Неге? Себебі бұл жерде сіз біріншіден ақшаңызды доллармен сақтайсыз, және сол доллармен сақталған қаражатыңыз жыл сайын орта есеппен 20% пен 40%-ның ортасында өсім көрсете алады. Неге десеңіздер, жалпы біз қор нарығындағы түрлі активтердің статистикасына қарайтын болсақ, инфляция деңгейі қанша пайызды құрайтын болса, сіздің инвестициядан көретін пайызыңыз тура сондай болып көрінуі мүмкін. Қарапайым халық үшін инфляция деңгейінің өсуі тиімсіз, себебі барлық нәрселер қымбаттайды және сатып алу қабілеті төмендейді. Ал жүйелі инвестициямен айналысатын инвестор үшін бұл өте мықты көрсеткіш. Яғни сіз өзіңіздің ақшаңызды сол жерге салу арқылы инфляцияның деңгейі қаншалықты жоғарылайтын болса, табысыңызда тура сондай болады. Жыл өткен сайын сіз инфляциядан просто қорықпасаңыз болады, ол жерден керісінше пайда тапсаңыз болады. Неге? Себебі инфляцияның деңгейі өскен сайын барлық тауарлар, услугалар бәрі қымбаттайды, сәйкесінше компанияның обороттарындағы ақша да көбейеді. Сол сәтте сіз өзіңіздің инвестицияңызды дұрыс уақытта, дұрыс активке салатын болсаңыз және оны жүйелі түрде жасайтын болсаңыз, әрине сіздің табысыңыз да ұлғая беретін болады. Негізінде көп адамдар ойлайды, инвестицияны бастау үшін көп ақша қажет деп. Болмаса, көп ақшам болған кезде, запас ақшам болған кезде бастасам болады деген сияқты. Бірақ бүгінгі таңда инвестициямен айналысу ол үлкен роскошь емес, ол бүгінгі күннің необходимости. Мысалы, сен 5 жылдан кейін, 10 жылдан кейін дәл осы состоянияда, дәл осы қаражатыңмен өмір сүргің келмейтін болса, сен өзіңнің подушкаңды қазірден жинап бастауың қажет. Негізі инвестицияны аз ақшамен де бастауға болады. Құны $1 тіпті $10 аралығындағы нарықта 10 мыңнан астам акция, облигациялар бар. Солардың барлығын жүйелі түрде дұрыс уақытта, дұрыс активті таңдау арқылы өзіңіздің қаражатыңызды просто сақтап қана қоймай, және оны 5 есе, 10 еседе өсіріп алу мүмкіндігі қарастырылған. Егер саған инвестиция тақырыбы қызық болатын болса, менің каналыма тіркелуді ұмытпа. Описаниеда Инстаграмға және Телеграм каналыма сілтеме қойып қойдым. Өзімнің Телеграм каналымда мен әрдайым рекомендациялар беріп отырамын. Сол тегін рекомендацияларды қолдану арқылы өзіңіздің алғашқы инвестицияңызды менімен бірге бастаңыз. Сау болыңыз.